Сәлем бердім баршаңызға. Бүгін өте ерекше кешкі асқа дайындалатын конжубе деп аталатын тағам дайындайтын боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен майымызға жуамызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Майды кішкене аз құйсаңыздар да болады. Осыдан кейін тауық аяқтарын майымыздың үстіне саламыз. Жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламын. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта өте жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Енді нанымызды дайындап аламыз. Bir жұмыртқаны суға тұзды ертіп, салып, үстіне ұн салып, нан илеп аламыз. Нанымыз дайын болды. Енді тындыруға қоямыз. Етіміз пісіп жатыр. Әбден қызарғанша қуырып алуымыз қажет. Үстіне тұзымызды, бұршымызды саламыз. Кинза қосуға да болады. Және үстіне сәбізімізді қосамыз. Қақпағын жауып бұқтырамыз. Картопымызды арнайы осылай майда жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Үйдегі адам санына қарай жасасаңыз болады. Көп та жасауға болады. Мен үйде адам аз болғандықтан кішкене қылып жасадым. Картоптар осылай қуырып алып, қазанымызға саламыз. Салдық. Бетін жауып тағы да астын басып бұқтыруға қоямыз. Сәбізді осылай теркадан өткізіп, жуамен бірге қуырамыз. Кішкене жұмсартып қуырамыз. Жаңағы нанымызды иін қандыруға қойғанмын. Енді ысатын боламын. Жақсылап, жұқалап ысып аламыз. Арасына сұйық май жағып, сұйық майды барлық шетіне дейін жеткіземіз. Үстіне жаңа қуырылған сәбізімізбен жуамызды саламыз. Бұны да барлық жеріне жеткізіп салып, осылай екі жағынан ораймыз. Ортасына дейін әкеліп орап, ұзыннан кесеміз. Ұзыннан кесіп алғаннан кейін екі бөлікті қиғаш етіп кесіп шығамыз. Бөліктерге бөліп, осылай кесіп аламыз. Осы кесілген нанымызды қазанға саламыз. Қазанға 1 стакан су құямыз. Соның бетіне нандарымызды орналастырамыз. 5 минут қатты қайнатып, 30 минутта жай отта бетін жауып пісіріп аламыз. Өте дәмді, ерекше тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Дастарханға әдемілеп өз қалауыңызша ұсынсаңыз болады. Мен бетіне көк жуа мен укроп септім.